Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 25-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз қ мен ғ. Сабақтың мақсаты қ-ға әріптердің тізбесін сақтап жазу. 27-ші жаттығу әңгіменің тақырыбына қарап, оның мазмұнын болжа. Содан соң әңгімені оқы. Алудан аяғын күштіреді. Сейіт жол үстінде жүгіріп бара жатқанда бір арбалы суық кетіп аяғын сындырыпты. Ойбайлап жылап жатқан баланы көріп шошынғаннан шешесі есінен танып қалыпты. Оны көрген соң Сейіт жыламақ түгілі қабағында шытпай жатыпты. Сонда сынықшы кісі: "Қабағыңды шытпайсың, аяғың ауырмай ма?" деп сұрапты. Сейіт шешесі шығып кеткен соң сынықшыға сыбырлап айтты: "Ауырмақ түгіл жаным көзіме көрініп тұр. Бірақ менің жаным қиналғанын көрсе, шешем де қиналып үйренбесін деп шыдап жатырмын" депті. Ыбырай Алтынсарин. Әңгіменің не туралы екенін айт. Әңгіме Сейіттің апасының деген жанашырлығы туралы. Әңгімедегі негізгі ой аяушылық, жанашырлық сезімі. Қ дыбысын айтқан сөздер тауып, оның себебін дәлелде. Аяқ аяғым, қабақ қабағым. Аяқ қ дыбысын аяқталып тұр. Егер қ дыбысынан ы дыбысы келсе, қ дыбысы ғ дыбысына өзгереді. Аяқ аяғым, қабақ қабағым. 28-ші жаттығу өлеңді жатқа жаз. Ата-анамның шырағымын, жері деген құрағым. Жерін сүйген, елін сүйген, отанымның туғаны. Қара мен жазылған сөздерге дыбыстық талдау жаса. Шырағымын, ш дауыссыз қатаң дыбыс, ы дауысты жуан дыбыс, р дауыссыз үнді дыбыс, а дауысты жуан дыбыс, ғ дауыссыз ұяң дыбыс, ы дауыссыз жуан дыбыс, м дауыссыз үнді дыбыс, ы дауысты жуан дыбыс, н дауыссыз үнді дыбыс, қ дауыссыз қатаң дыбыс, о дауысты жуан дыбыс, р дауыссыз үнді дыбыс, а дауысты жуан дыбыс, ғ дауыссыз ұяң дыбыс, ы дауысты жуан дыбыс, м дауыссыз үнді дыбыс, а дауысты жуан дыбыс, н дауыссыз үнді дыбыс. 29-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Осы төркөздерге әріптерді сан ретімен орналастырып мақалды оқы. Бұл жерде білім өмір азығы деген мақал шығады. 30-ші жаттығу бүгін әжейдің туғанына әжеңе ашық хат әзірлеген келді. Өз құттықтауыңды төмендегі қай сөзбен бастайсың? Менің сүйікті әжем, сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық тілеймін. Сіздің ауырмағаныңызды қалаймын жасақ деп ашық хат жасап болады біздің сүйікті әжелерімізге. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.